Hi there everyone, менің есімім Маржан. Мен 7 жылдан астам тәжірибесі бар және де жоғарғы білімді ағылшын тілі маманымын. Мен биылғы жылдан бастап өзімнің арнамды жақсылап тұрып қолға алып, ағылшын тілін үйренушілерге арнап видеолар түсірсем деп жоспарлап отырмын. Және де бүгін алғашқы видеомды ағылшын тілінде кітапты қалай оқыса болады, қандай кеңестерді ескерсе болады, осы жөнінде түсірмекпін. Және де сіздерге арнап 7 кеңес дайындап қойдым. Ендеше ең алғашқы кеңесім Find a book that really interests you. Өзіңізді қызықтыратын, нақты қызықтыратын кітабыңызды табу. Мысалға, сізге мистикалық, криминалды оқиғалар ұнайтын болса, ендеше Агата Кристидің кітаптарынан бастап көрсеңіз болады. Егер де сізге романтикалық, махаббат хикаялар ұнаса, Джорджия Мойс сынды авторлардың шығармаларын оқып көрсеңіз болады. Немесе өзіңіздің салаңызға байланысты кітаптарды таңдасаңыз болады. Осы жерде екінші кеңес туындайды. Make sure that level is right for you. Сіз таңдап алған кітап сіздің деңгейіңізге сай келе ме, соны біліп алу керек. Мысалға, сіз медицина, психология, заң саласының адамы болып, сол тақырыпта кітап таңдасаңыз, әрине ол жерде көптеген терминдер, көптеген ғылыми сөздер, сіз ол кітаптың бір бетінде аяқтамай тастап кететін боласыз. Сол себепті мен ағылшын тіліндегі beginner, elementary, pre-intermediate деңгейлеріне adapted books кітаптарды оқуға кеңес берер едім. Adapted books деген кітаптар ол не? Ол сіздің деңгейіңізге ыңғайланып, сіздің деңгейіңізге негізделіп жасалған кітаптар. Мысалға, Шарлотта Бронтенің Jane Eyre деген шығармасын алатын болсақ, ол оригиналда мысал үшін 300 бет, 500 бетке дейін баратын болса, ал Adapted Books-та ол шағындалып 30-40 бет көлемінде болуы мүмкін. Және де осындай кітаптар Adapted Books кітапханалардан көретін болсаңыз, артында деңгейленіп жазылған. Яғни сіздің деңгейіңізге байланысты beginner, elementary, pre-intermediate деп кете береді. Деңгейіңізді көтеріп, upper-intermediate деңгейіне дейін жеткен кезде кітаптарды түп нұсқада оқысаңыз, онда тамаша болады. Және мен сіздерге осы видеоның астында Adapted Books-тарды жүктеп алатын түрлі сайттарды қалдырып кетемін. Кіріп көріңіз, кітаптарды жүктеңіз және де оқып көріңіз. Келесі кеңес read out loud, яғни кітапты дауыстап оқу. Бұл кеңес барлық адамға, барлық жағдайда қолданылатын кеңес емес, бірақ бұл кеңестің пайдасы бұл сіздің speaking дағдыңызды жаттықтырады. Яғни сіз кітапты дауыстап оқыған кезде сіздің нейрондарыңыз, жақ сүйектеріңіз барлығы ағылшын тілінде сөйлеуге дағдыланып, шынығып жаттығатын болады. Осы жерде бірден туындайтын келесі кеңес listen to audio books. Яғни кітаптың аудио нұсқасын тыңдау. Мысалы, сіз кітаптың бір бөлімін оқып болдыңыз, бірден жұмысқа кетіп бара жатқанда, көлікте, үйдің шаруасын жасап жүрген кезде, көшеде серуендеп кетіп бара жатқан кезде, құлағыңызға наушнигіңізді киіп, аудио нұсқасын тыңдап жүріңіз. Бұл сіздің listening, яғни тыңдауымдағыңызды жаттықтырады. Және де маңыздысы бұл жерде диктордың интонациясына, даусына, сөйлеу мәнеріне мән беріп тыңдаңыз. Себебі бұл сіздің native speaker, яғни ағылшындықтар сияқты сөйлеуге сізге жақсы акцент қалыптастыруға өз көмегін тигізеді. Енді қиынырақ бөлігіне келетін болса, 5-ші кеңес learn new vocabulary in content. Яғни кітап оқу барысында әрбір сөзді аударудың қажеті жоқ. Себебі егер де сіз кездесетін әрбір сөзді аударып сөздікке жүгіре беретін болсаңыз, ендеше онда сізге кітап оқу қызықсыз болып, сіз 1-2 бетін, 3-ші бетіне келгенде жалығып, кітап оқуға деген қызығушылығыңыз жойылып кететін болады. Сол себепті таныс емес сөзді, сөз тіркесті, сөйлемді контекстке байланысты түсініп көруге тырысыңыз. Мысалы, біз өзіміз қазақ тілінде де тарихи шығармаларды, ғылыми шығармаларды оқыған кезде
кейбір сөздердің мағынасын білмей отырамыз. Бірақ біз кітапты қоя сап, оны аударуға кірісіп, немесе біреуден сұрап іздеп кетпейміз ғой. Сол контекстіге байланысты сол сөздің мағынасын түсінуге тырысамыз. Дәл сол сияқты ағылшын тілінде де кітап оқыған кезде қайта-қайта сөздікке жүгірудің қажеті жоқ. Сіз бірінші, екінші бетіне келген кезде, ол сөз деген осыны білдіреді екен ғой деп, өзіңіз түсініп алуыңыз мүмкін. Және де егер сіз кітапты өзіңіз үшін оқитын болсаңыз, get the message деген әдіспен оқысаңыз болады. Яғни сіз әрбір сөзде емес, кітаптың жалпы ойын, жалпы идеясын, мазмұнын түсініп оқысаңыз болады. Келесі кеңес өте практикалық кеңес деп айтсам болады. Think about what you have read. Сіз кітаптың бір бетін, бір бөлімін оқып отыру барысында қолыңызда міндетті түрде қарындаш болу керек. Сіз қарындашпен жаңа сөздерді, идиомаларды, қызықты тіркестерді, ауызекі тілде қолдануға болатын сленгтерді барлығын түртіп сызып отырсаңыз, бөлімді оқып болған соң, уақытыңыз болған кезде өзіңіздің жеке блокнотыңызға жаңағы түртіп алған сөздердің барлығын көшіріп жазып, түсінбеген жерлеріңіздің мағынасын қарап, аудармасын қарап, және тек сөйтіп қалдырып қоймаңыз. Сол жазып алған сөздерді өзіңіздің белсенді лексикаңызға айналдыру керексіз. Белсенді лексика дегеніміз ол сіздің сол жаңадан үйренген сөздерді, фразаларды күнделікті өмірде қолданып, соны сіздің жадыңызда мәңгілікке қалатындай және де күнделікті өмірде қолданатындай ету керексіз. Сол кезде ғана сізге оқыған кітаптың пайдасы 100% тиетін болады. Соңғы кеңеске де келіп жеттік. Соңғы кеңесім read regularly, яғни жүйелі түрде, тұрақты түрде оқыңыз. Маңыздысы бір кітапты бітіріп тастау емес, маңыздысы күнде 30 минутыңызды бөліп 3 беттен 5 беттен оқығаныңыз маңызды. Бұны әдетке айналдырсаңыз жақсы. Күніне 15-30 минут кітап оқудың өзі сіздің сөздік қорыңызды байытып, ағылшыныңызды дамытатын болады. Және де тағы да бір маңызды нәрсе, кітапты оқып болған соң, бөлімді оқып болған соң, біреуге, өзіңіздің бадиіңізге, немесе өзіңізге дауыстап жаңа оқылған мәтініңізді мазмұндап берсеңіз, онда тіптен керемет болады. Ал егер де сіз алғашқы кітабыңызды оқуға қорқамын, оқи алмай тастап кетемін, немесе кітапты таппаймын деп қорқатын болсаңыз, ендеше сізді мен өзімнің ай сайын өтетін reading марафоныма шақырамын. 10 күндік марафонда біз бір кітапты оқып бітіретін боламыз, және де сол кітаптың желісімен түсірілген фильмді көреміз. Сонымен қоса біз онлайн book discussion жасаймыз. Яғни сіз кітап оқу арқылы reading дағыңызды жетілдіресіз, кино көру арқылы listeningізді дамытасыз, және де book discussionда сіз спикингді 100% практика арқылы жаттықтыратын боласыз. Және де осы жақында басталатын reading марафонда мен осы кітаптың мазмұны бойынша жинақталған 100 фразалар деп аталатын чек-листі сіздерге бонус ретінде сыйға тартатын боламын. Марафонның бағасы өте қол жетімді, және де мен төменде өзімнің Instagram парақшама сілтеме қалдырып қоямын. Менің парақшамнан, сторизімнен соңғы болатын марафондар мен курстарды бақылап қарап жүрсеңіз болады. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз, және де өзіңіздің бадиіңізға, өзіңіздің ағылшын тілді бірге үйреніп жүрген достарыңызға поделиться тетігі арқылы видеомен бөліссеңіз өте қуанышты боламын. Thank you for watching. See you next time.